Сурет өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалыптастырған қылқалам шеберінің бірі бұл Зұлқайнар Қожамқұлұлы. Қазіргі таңда ол кісінің еңбектері ТМД мұражайларында ақш, Германия, Қытай, Бельгия және тағы да басқа елдердің жеке көркем галереяларында сақталған. Толығырақ келесі бейнематериалдан тамашалаңыздар. Зұлқайнар Қожамқұлұлының келептен тігілген шекпеніне қонақтар қолтаңба қалдырып, ізгі ниеттерін білдіріп жатыр. Суретші көрмеге жиналған әріптестерімен қонақтарды осындай бір ерекше көңіл-күймен қарсы алмақ болыпты. 50-ге жуық картинасы қойылған көрменің атауы «Менің туындыларымның шексіз әлемі». Қорықпастан ашық цветтерін жасап жатыр. Сол үшін ашық цветтер ол өмір цветті. Әрбір цветтің өзінің несі болады, манасы бар. Әрбір жұмыста осы қазақтың өнері, оюлар, халықтың реваят дейме, не дейді, солар сондай нелер көп жұмыстарда сондай пайда шығып жатыр. Көрме бір қарағанда кәдімгі құрақ көрпені көз алдыңызға келеді. Картиналары солай орналастырылыпты. Тақырыпқа арқау болған суретшінің бала кезінде көз алдында қалған көріністер. Дегенмен кез келген образының астарында философиялық сауал жатқанын аңғару қиын емес. Осы орайда Ренауараның қарапайым сюжет, ол мәңгілік деген ұстанымы еске түседі. Құрақ көрпе, текемет, кілем, соларға қарап, өзінің суреттері соған жақындатып, олардың техникасын үйреніп, содан кейін бояуға өткізіп жатырмын да. Адамдар арасындағы қарым-қатынас, махаббат тақырыбы да суретшінің шығармашылығында басты орында. Сүю, өмір сүру, қартаю және дүниеден өту секілді кезеңдер кенеп бетінде көрініс тапқан. Бір қарағанда кәдімгі қайшы тәрізді көрінетін мына картинасын Адам атам мен Хауана деп атапты. Өзі суретші айтқандай, кішкентай кезімде әжеміз айтушы еді дейді, осы қайшының екі жағы бар, бір әйел жағы, бір еркек жағы деп әңгіме айтатын дейтін. Сол есіме түсіріп, сол жұмыс салып отырмын дейді. Бұл жерде екі ғашықтың сезімі беріліп отыр. Зұлқайнар Қожамқұлдың туындылары көбінесе көз қуантатын ашық түстерден тұрады. Сурет салу барысында қоршаған ортаның әсемдігін сезініп, жұпар ауамен тыныстауы картиналарынан көрініс тапқан.